Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздермен бір өте маңызды, бәлкім біреулер үшін ауыр, өте ашық әңгіме айтқым келеді. Біз күнделікті күйбелең тіршілікпен жүріп, бір нәрсені ұмытып кетеміз. Ол уақыт. Білесіз бе, біздің өміріміз бұл қайталанбайтын кино. Сіз, мен, біздің ата-анамыз, көршілеріміз, жер бетіндегі барлық 8 миллиард адам, бәріміз бұл жер бетіне бір-ақ рет келдік. Бұл өте қарапайым естіледі, құлағымыз жалығып кеткен шығар бұл сөздерден. Өмір қысқа, қамшының сабындай ғана өмір, уақытты бағала деген сөздерден. Бірақ осы сөздің астындағы астарлы, қорқынышты бір сезімді сезініп көрдіңіз бе? Елестетіңізші, бір күні ерте ме, кеш пе, сіз көріп тұрған мына бейне, мына аспан, мына қала, барлығы бір күні сіз үшін, мен үшін жоқ болады. Сіз, мен бұл өмірден кетеміз. Бұл бір ұйқы сияқты. Біз күн сайын ұйықтаймыз, мысалы 10-да дейік, бірақ 10-да жатсақ та, қай минутта, қай секундта ұйықтағандығымызды білмейміз ғой. Және ешкімде мен дәл қазір ұйықтап жатырмын деп айта алмайды. Тек таңертең оянғанда ғана түнде ұйықтағандығымызды білеміз. Ал өмір сол таң атпай қалған сәтте ғана білінеді екенді. Мен кейде ойланам, адамдар неге соншалықты қатты қорқады деп. Неге олар бір орында тұра береді? Көп адамдар таңертең ұйқыдан тұрады, жұмысқа барады, кешке үйлеріне қайтып оралады. Осылайша 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл уақыт өтеді. Олардың көпшілігі өмірдің дәмін татпай, өмір қандай екендігін білмей, көрмей өтеді. Бұл ең үлкен қасірет емес пе? Мысалы, сізге өмір берілді, өмірде таңдау берілді. Таңдау берілді оңға бұрылуға, солға бұрылуға, алға жүруге, артқа жүруге, жоғарыға қарай ұшуға, төменге қарай түсуге. Осы таңдау арқылы біз әлемнің, жер планетаның кез келген жеріне, түбіне де бара аламыз. Бірақ сіз өзіңіздің өміріңізді не істеуге, қандай шешім қабылдауға жұмсап жатырсыз? Осы жалғыз берілген өмірді күн сайын бір нәрсені қайталай беруге ме? Мыңдаған жылдар бұрын кезінде құлдық дәуірі болды, бірақ қазір дәл осы күндері құлдық деген жойылған. Сол мыңдаған жылдар бұрын адамдарды күшпен жұмсап жұмыс істеткізді. Олар Египеттегі пирамиданы салды, Қытайдағы ұлы Қытай дуалы қорғанын салды. Оларға өліп қалмас үшін тамақ және киім беріп отырды. Ал бүгінше, бүгін мен ойлаймын, құлдық нәрсе жойылғандығымен құлдықты жақсы көретін адамдарды жұмсап жұмыс істеткізгенді, пайда тапқанды жақсы көретін адамдар құлдық деген нәрсені кішігірім ақылдырақ етіп жасады деп. Қазір ешкім сені қамшымен ұрмайды. Бірақ сен айналаңнан айыппұлдар, салықтар, басқа да әртүрлі төлемдерменен қоршап тастаған. Сен жұмыс істейсің, пәленше суммадағы пайданы табасың, бірақ қалай жалақыңды аласың? Салық, НДС, айыппұл, штраф, страховка дейді. Әртүрлі нәрселермен әйтеуір сенен тартып алады ол ақшаның жартысын. Бір жерде бір кішігірім бір қателесіп бір нәрсе жасап қоятын болсаң, айыппұл салады, штраф салады. Мен ойлаймын, олардың сенің соңғы тиыныңды сығып алу олардың ойыны. Олардың ойыны мынандай: сен жатпай тұрмай жұмыс жасауың керек, определенный бір суммада бір пайда табуың керек, бірақ сен ол пайдаңның басым бөлігін оларға беруің керек. Сөйтіп ананы төлеймін деп, мынаны төлеймін деп тегін жұмыс жасап жүргеніңді байқамай қаласың. Сонда өзіңді осы бір үлкен жүйенің бір шурупы секілді сезінесің. Сенен өз еліңнің патриотымын деп айт, өзіңді бақыттымын деп айт деп әртүрлі пропагандалармен талап етеді. Бірақ сен іштей білесің, бұл сенің өмірің емес. Бұл біреулердің ойыны, біреулердің жоспары. Айтшы енді, сен өз өміріңді, өзіңнің болашағыңның бақытын біреулер үшін құрбан етуге дайынсың ба? Айналаңа қараш, әлемде үлкен қалалар, ғимараттар, зәулім үйлер, мұхиттар, пальмалар, сансыз мүмкіндіктер бар. Ең бастысы күн шуағыменен аспан бәрімізге ортақ. Біреулер осы көк аспанның мүмкіндіктерін өзінің армандарына пайдаланып жатыр, ал біреулер бір бөлмеде, бір қалада, бір ауылда отырып, маған да осы болады, бұл менің өмірім деп өздерін алдап жүр. Осыдан 30-40 жыл бұрын Кеңес одағының дәуірі кезінде адамдарда
көптеген еркіндіктер болмады. Темір шымылдық, орысша айтқанда железный занавес болды. Шекарадан шығу ол көптеген адамдар үшін арман, даже мүмкін емес нәрсе еді. Ал мың жылдап біздің ата-бабаларымыз бір ауылда, бір таудың баурайында тұрып, 50, 60, 100 жыл өмір сүріп, әлемде басқа да жұмаққа ұқсайтын әдемі жерлер бар екендігін білмей өтті бұл өмірден. Олардың кінәсі жоқ. Ол кездегі жүйе сондай болды. Бірақ бүгінше, бүгін 2026 жыл. Қолыңда интернет, қалтаңда мүмкіндік бар. Бүгінгі таңда бізден тартып алмаған, бізде қалған құқығымыз ұнамаса көшіп кету құқығы. Дамыған, демократиялы, адамның құқықтары жоғары орынға қойылған елдерге көшіп кетуге сенің құқығың бар. Көбісі айтады, ол жақта жұмыс істеу керек қой деп. Иә, әрине, ақша ешқандай жерде әлемде аспаннан жаумайды. Бірақ айырмашылық жер мен көктей. Ол жақтарда саған адам ретінде қарайды. Сенің еңбегіңді құрметтейді. Сен жұмыс істесең, соған лайықты ақыңды аласың. Сенің отбасың қауіпсіздікте болады. Ең басты нәрсе, сені ешкім алдамайды. Ұлтшылдықпен, патриотизммен, діншілдікпен, басқа да нәрселермен сана сезіміңді алдамайды. Ол жақтарда сен жүйенің құлы емес, заңмен қорғалған, тәртіппен қорғалған азамат боласың. Саған мемлекет қызмет етеді, сен мемлекетке емес. Осы еркіндіктің дәмін татып көрген адам, бір рет дәмін татып көрген адам ешқашан бұрынғы өміріне оралғысы келмейді. Достар, мен неге мұны айтып отырмын? Мен өмірден шаршаған адамдарды өте көп көрем. Көздерінде оты жоқ, тек үмітсіздікті көретін адамдарды көп көрем. Егер сен де шаршасаң, егер сен де мынау маған бір рет берілген өмірім осындай болады ма деген секілді сұрақтар туындайтын болса, онда өміріңде бір нәрсені өзгертетін уақыт келді. Менің миссиям сіздерге сол жаңа әлемнің есігін ашуға көмектесу. Америка, Канада бұл жай ғана картадағы көрсетілген елдер емес. Бұл жаңа ел, бұл жаңа мүмкіндік, бұл жаңа баспана. Бұл жерде сенің балаларың жақсы білім алады. Сен еңбегің бағаланады. Болашаққа үлкен сеніммен қарайтын боласың. Мен визалық мәселелермен, көші-қонмен айналысамын. Неге? Себебі мен білемін, көптеген адамдар бұл жолды қиын деп көреді. Ал менің мақсатым сіздерге осыны жеңілдетіп беру. Менің тәжірибем, менің командам сіздің осы жолдағы жақсы өтетін көпіріңіз болады. Біз осыған дейін 2017 жылдан бері мыңдаған адамдарға көмектестік. Және саған да көмектесуге дайынбыз. Бірақ ең бастысы ол сенің ниетің. Сен өміріңді өзгертуге дайынсың ба? Әлде тағы да 10 жылдан кейін мен неге сол 10 жыл бұрын мүмкіндік келгенде өмірімді өзгертпедім деп өкінгің келе ме? Сөз соңында айтарым, бағанағы айтылған өмірінің соңғы сәттерінде не туралы ойланғың келеді? Бір ауылда, бір қалада, бір елде 50 жыл бойы өткен өміріңді ма? Әлде әлемнің арғы жағында, мұхиттың жағасында, қолыңда бокал маргарита менен ашық аспан пляждағы рахаттанып жатқан кездеріңді ма? Бабаларымыз көрмегенді сен көр. Олар жүрмеген жолды сен жүр. Бұл сен жалғыз мүмкіндігің. Шаршасаң, тоқтама. Тек қана бағытыңды өзгерт. Көш, ізден, талаптан. Егер сізге көмек керек болатын болса, мен байланыстамын әрқашан. ақш-қа, Канадаға кеткіңіз келетін болса, төмендегі сілтемеге WhatsApp-қа маған жазыңыз. Мен сұрақ қоямын, сұрақтарға жауап беріңіз. Содан кейін мен сізге ары қалай шетелге көшу қалай болатындығын айтамын. Өміріңізді біреудің ойынына айналдырмаңыз. Сіздермен болған мен Сайлау Абди. Давайте сау болыңыздар.